Математика пәні тақырыбы 17-18 сандарының құрамы. Суретте қанша жеміс көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Тамаша. 9 қызыл алма, 8 жасыл алма. 9 санына 8 санын қосу үшін алдымен екінші қосылғышты санның құрамына жіктеп, бірінші қосылғышты толық ондыққа айналдырамыз. Ол үшін 9 санына нешені қосқанда 10 шығатынын еске түсірейік. Жарайсыңдар балалар. Ол үшін бізге бір саны керек. Сонда екінші қосылғышымыз 8 санның құрамы 1 мен 7 санынан тұрады екен. Ендеше 9 санына 1 санын қосып, 10 санын шығарып алдық. Оған 7 санын қоссақ, нәтижесінде 17 шығады. Балалар, бір таңбалы саннан екі таңбалы санды шығарып алуды үйрендіңдер. Ал енді екі таңбалы саннан бір таңбалы сандарды қалай шығарып алу керектігін табайық. Ендеше мұқият зер салыңдар. 17 саннан 8 санын азайту керек, яғни айырманың мәнін табу үшін азайтқышты санның құрамына жіктеп аламыз. Ол үшін азайғышымыз 17 санындағы бірлігіміз 7 болғандықтан, азайтқышымыз 8 санын енді керісінше 7 мен 1 санның құрамына жіктеп аламыз. Яғни 17-ден 8 азайтқан уақытта 17 азайту 7 азайту 1 тең 9 шығады. Енді осы шығару жолын пайдаланып, 17 санынан 9 санын азайтамыз. Айырманың мәнін табу үшін азайтқышты санның құрамына жіктеп аламыз. Ол үшін азайғышымыз 17 сандағы бірлігіміз 7 болғандықтан, азайтқышымыз 9 санын 7 мен 2 санның құрамына жіктеп аламыз. Нәтижесінде 17-ден 9-ды азайтқан кезде 8 шығады. Балалар, есептің шығаруы түсінікті болды ма? Екі таңбалы саннан бір таңбалы санды азайтып, бір таңбалы санға бір таңбалы санды қосып, екі таңбалы сан шығарып алуды үйрендік. Жарайсыңдар. Ендеше осы бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосу және азайту өрнегін сандық сәулеге салып көрсетейік. Сандық сәуледе 0-ден бастап 20-ға дейінгі сандар берілген. Бізге керегі 9 санын 8 санына қосуды сандық сәуледе көрсету керек. Сондықтан сандық сәуледен 9 санын белгілеп алып, әрбір аттаған қадамдарымызды қосып санаймыз. Ал енді бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосу және азайту түсінікті болса, 9 санын 9 санына қосуды, 18 санынан 9 санын азайтудың нәтижесін табу сендерге қиындық келтіре қоймайды деп ойлаймын. 9 санына 9 санын қосу үшін алдымен екінші қосылғышты санның құрамына жіктеп, бірінші қосылғышты толық ондыққа айналдырамыз. Ендеше 9 санына 1 санын қосып, 10 санын шығарып алып, оған 8 санын қоссақ, нәтижесінде 18 шығады. 18 санынан 9 санын азайту керек, яғни айырманың мәнін табу үшін азайтқышты санның құрамына жіктеп аламыз. Ол үшін азайғышымыз 18 сандағы бірлігіміз 8 болғандықтан, азайтқышымыз 9 санын енді керісінше 8 мен 1 санның құрамына жіктеп аламыз. Нәтижесінде 18-ден 9-ды азайтқан уақытта 9 шығады. Жарайсыңдар балалар. Керемет, өте жақсы. Мінекей, анамызға жеміс жинап көмектестік. Қайталайық. 17 санның құрамы ол 9 және 8 санның қосындысы. Ал 18 санның құрамы 9 және 9 сандарының қосындысы. Дәптермен жұмыс. Номер 2, 34-ші бет.
Өрнектердің мәнін тап. Номер 3, 35-ші бет. Есепті шығар.